Әкесін аяусыз сабаған бала жұрттың жағасын ұстатты. Тіпті пышақ ала жүгірген екен. Естіген кезде жағамды ұстадым, жаным түршікті. Жақын бір туысымыздың баласы әкесіне пышақ ала жүгіріпті. Ертесі үйіне бардым. Еркін есік алдында жүр екен. Көзінің алды сіңкі. Жағы ішіне кіріп, азып кетіпті. Құрметті оқырман, каналыма тіркеліп, әңгіме ұнаған болса, лайк басып, комментарийде өз ойларыңызбен бөлісіңіздер. Бұл мен үшін өте маңызды. Ассалаумағалейкум. Қалқалай ереке. Уағалейкум ассалам. Шүкір. Я, не жағдай? Жағдай сол, үйде ешкім жоқ. Кішкене екі ұлымнан басқасының бәрі кетіп қалыпты. Сол ұшынды бала құсап, сенделіп жүрмін. Неден басталды өзі? Әй, сол баяғы қу дүние. Мына көршінің машинасын жасап болып, үйге кіргем. Шәй ішіп, жылынып алайын деп. Неге түскі асқа шақырмады? Деген ызалы оймен кірсем, тамақ жасалмапты. Мінезім шапшаң, сорлы емеспін бе? Жарылып кеттім. Дүрсе қоя бердім жеңгеңе. Май жоқ, сол үшін жасамадым дейді қар. О, дүкеннен неғып әкелмейсің онда десем, ақша бітіп қалған дейді. О, 2-3 күн бұрын ғана беріп ем ғой десем, жоғалтып алғам дейді. О, онда неғып айтпайсың десем, қорықтым дейді. Шындығын айт деп тұрғаным алдында. Бұл байғұс бауырмал ғой. Ана кредит алған сіңілісінің артын жабам деп ақшамызды соған беріп жіберіп, тағы да жоғалтып алдым деген. Содан тағы алдап тұрма деп зығырданым қайнап тұрса, сол арада да келесі бөлмеден балам шыға келмесі бар ма? Көзі шатынап кетіпті. Қойсаң шәке, қанды ішіп болдыңыздар ғой дейді өзінше. Ей, ақылсынбай барары. Шал жиып жатып алып, енді келіп маған дүңкілдемекшісің құрт көзіңді деп, оған да бас салдым. Менің далада тырбаңдап жатқанымды біле тұра, ұйықтап жатқанына жыным келіп, бір жағынан оятып алайын, түйсіксіз немені деп ойлап кіргем. Сөйтсем, өзің құры демесі бар ма? Тұңғышымның. Қаным басыма шықты. Не оттап тұрсың, ея? Жоғал, жүгір. Таяқ жемей тұрғаныңда деп ақырып қалдым. Өзің жоғал. Мамамның қанын ішіп біттің ғой дейді. Қанын ішіне тартып сұрланып алған. Ой, мамаңның сенің. Жоғал көзіме көрінбей. Ой, әкеңнің деп бетін қайтарайын дегем. Жанымда тұрған кішкене орнықты жұлып алып ұмтылдым. Қашу қайда? Сөреде тұрған пышақты ала салып маған оқталғаны. Жарып тастаймын деп айғай салғаны. Аллай, Құдай сақтады ғой. Бір-екі жұдырығы бетіме тиіп кетті. Қойшы, бір-бірімізге айтпаған сөзіміз жоқ. Бала болып бол қоймады. Әке болып мен тоқтамадым. Қолындағы пышағын сұқпаса да, тілмен жүрегімді тілгілеп шықты да кетті. Қайтып бір орында отырасың. Мен де машинама отырып кетіп қалдым. Ары жүріп, бері жүріп, сабама түсе алмаған соң, мешітке кіріп, дәрет алып, намаз оқыдым. Содан әйтеуір, әрең өз-өзіме келіп, үйге келсем, шешесі мен кішкентайларды алып кетіп қалыпты. Қор болғаным-ай, Ақжан, қор болғаным-ай. Екі қолымен басын сығымдап ұстаған еркін еңкілдеп кетті. Естігенімнен есеңгіреп қалғандай абдырап мен тұрмын. Болды ереке, сабыр етші. Ішім күйіп барады, бұл қалай болғаны сонда. Әй, бала деген әке ашуланғанда айылын жимай ма екен? Әкесі ұмтылса, арқасын төсемесе де қашып кетпей ме екен, а? Не боп барады бұл жастар? Әй, біз әкемізге қарсы шықпақ тұрмақ,
бетіне бақ жиып қарап көрмептік. Алламай, өзіме де обал жоқ. Ит мінезімнің кесірі, тәрбиеден жіберген қателігім ғой. Жұмыс, тіршілік деп жүріп, балаға қарадық па? Қарнын тойдырып, бүтін дегенімізге мәз болып жүре беріптік қой. Ал енді жемісін же. Ақмақтығың мен салғырттығыңның жемісін же. Жоқ әлде кезінде әкемді ренжіттім бекена. Я жаратқан ием, кешіре көр пендеңді. Жаны пайыз таппаған еркін, біресе тұрады, біресе отырады. Аузыма сөз түспей, мен тұрмын сілейіп. Я Алла, бәле жалаңнан өзің сақта, бауырыма өзің жар бол. Бала шағасына иман бер, отбасымен біріктіріп, татулық пен берекеңді бере көр деп, ішімнен дұға жасап қоям. Сөйтіп мен баласымен сөйлестім. Қастай, әкеңе неғып жүгіріп жүрсің, соны түсіндірші. Ой, ызың етіп қанды ішіп бітті ғой. Мамамды әбден қорқытып алған. Ұрсады да жатады, ұйықтап жатқам. Тағы да сол баяғы Батяның айғайынан оянып кеттім. Не боп қалды деп шықсам, мамам жылап отыр. Жаным ашып кетті. Алдында да сөйтіп жылатқанын көргем. Ой, жынымның келген ай. Содан сол араша түстім мамама. Мені боқтағанымен қоймай, орындықпен ұрмақшы. Онан кейін пышақталуға тура келді. Бізде жігіт болдық қой, армияны да көрдік. Олай істеуге болмайды ғой аға, қанды ішіп бітті. Түсінікті онда Қастай. Енді мені тыңда. Әкеңе шек көрінішпен қарайтындай, ол саған не жамандық істеп еді? Жалпы сенің әкең кімнен кем еді? Мас болып мазаларыңды алды ма? Біреулер құсап шешелеріңмен қосып сабаған ба еді? Өзі ләйліп, сендерді аш қалдырып па еді? Жоқ. Қысқасы, әкеңнің алдына кешірім сұрап бар. Ақылың бар жігітсің ғой, ұлым бар деп мақтансын. Азаматым деп мейірленсін. Атаңа не қылсаң, алдыңнан сол шығады дегенді есіңнен шығарма Қастай. Жақсы, рахмет аға, деді де ол сүмірейіп, қол алысып қоштастық.